Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бақытсыз Айман. Өмірден алынған шынайы оқиға. 4 бөлім. Осы үйге қарама-қарсы көшенің арғы бетінен сатып алған үйлері бар екен. Көп ұзамай Рақым мен Розаны бөлек отау етіп шығарды. Үйде күнұзақ енем екеуміз қаламыз. Арасында тауарымды әкеліп, сатушымды қадағалап, өз жұмысымды істеп жүріп жаттым. Атам анда-санда ащы судан ұрттап қойғаны болмаса, ешкімге зияны жоқ Момынжан. Дастанның аздап қызғаншақтығы болмаса, басқалай оғаш қылығын байқай қоймадым. Елпілдеп көңілімді табуға тырысып жүргені, алайда бұл жағдай енеме ұнай бермейтін сияқты еді. Қабағы қатуланып, ештеңеге көңілі толмай, күңкілдеп бірдеңелерді айтып жүретін. Дастанға айтып жүріп, тозып кеткен үйді, қора-қопсыны біраз реттеп қойдық. Қаншама тырысып, өзімді күштесем де, жаңа отбасыма, күйеуіме үйрене алмай жүрдім. Дастанға күйеуім деп емес, еркімнен тыс бөтен еркек сияқты қарайтынмын. Оны күйеуім деп қабылдау мен үшін қиынға соқты. Одан арғысын ойлау тіпті қорқынышты еді. Осылай өз-өзіммен арпалысып жүріп, 3 айды артқа тастадым. Күңкілдеп енем сөйлей бастады. Келген қыздарда сөйлеп тыныш кетпейтін болды. Әне-міне, мені бала тумайтын бедеуге шығара бастады. Осындай қаңқу сөздер анамның құлағына жеткен екен. Жас емессіңдер, ертерек сәби сүйіңдер. Сол сәби сендерді жақындастырады. Күйеуіңді жақсы көріп кетесің, деп ақылын айтып кетті. Дастан да қанша күткем дегенмен сұраулы жүзбен қарай беретін. Бұл жағдайдың осылай жалғаса бермейтінін түсіндім. Қаламаған отбасылық өмірім басталды. Оны біреу түсінер, енді біреу түсінбес. Мен үшін азапты күндер басталған еді. Жас күнімде көрген қорлығым енді міне әуел баста танымаған, мүлдем көңілім жоқ адаммен бірге жасау қасірет екен. Бәрін тастап кеткім келіп қалды. Алайда ата-анамды ойлап шыдаймын. Бәлкім уақыт өте келе, анам айтқандай үйреніп, жақсы болып кетер деген оймен сабырға шақырамын өзімді. Көп ұзамай жүкті екенімді білдім. Міне осы кезден бастап енем күрт өзгеріп кетті. Тірлігімнен мініздеп, түртпектеніп, өзі бір төбе, түнге қарай есікті тықылдатып, ине жіп барма, енді бірде аяғым қақсап жата алмай жатырмын, уқалап берші. Кейінгі кездерден тіптен тақылдатпай баса көктеп кіре белетін болды. Кейде тың-тыңдап, есікті сыртына тұратын сезетімін. Ал қыздары келгенде мүлдем адам төзгісіз болып кететін. Оның бәрін Дастан түсінеді. Анасы емес пе, ештеңе дей алмайтын. Ал мен өзім әрең шыдап жүргенімде бұл жағдайлар жүйкеме тие бастаған еді. Жаздың жайма шуақ күндері келіп жетті. Ай күнім жетіп, ұл бала босанып алдым. Перзентханадан шығарып алуға Роза ғана келіпті. Үйге келсек, бізді күтіп отырған ешкім жоқ екен. Дастандар егін алқабын су шайып кеткен, сонда кетіпті. Енем болса қыздарына кетіп қалыпты. Құтты болсын айтып келген көршілерді Роза күтіп алып шығарып салды. Кішкентайым екеуміздің жағдайымызды жасап елпілдеп жүгіріп жүріп, 40 күн шілдемізден шықтық. Bir күні құтты болсын айтып, кіші қайын әпкем келді. Келе сала маған шүйліге бастады. Bir күйеуден ажырасқам деп едің, кім білсін, қай көңілдесі алып бергенін. Аудан орталығында үйі бар екен. Мына бала да біздікі ме, кім білсін, деп аузына келгенін айтып жатыр. Мұндай жалаға шыдай алмай ашуланып, қайын әпкеммен сөзге келіп қатты ұрсып қалдым. Оның бәрі енеме мүлде ұнамады. Ендігі менімен мүлде өшпесіп алды. Кешке келген Дастанды маған айдап салды. Ол да берген уәдесін ұмытып, ішіндегісін айтып салды. Сен маған пәк болмай келдің. Ол бірінші күйеуің кім? Үйді саған сол алып берді ма? Оны ұмыта алмай жүрсің бе? Мені ұнатпауының себебі сол ма? Деген сияқты ауыр сөздер айта бастады. Алып қашып келгенде аңтамай сөйлеген ауырмай өледен кебін киіп, өз сөзіме өзім таяқ болып тиіп жатты. Оның маған сенбегенін, осы уақытқа дейін күдіктеніп жүргенін, не айтсам да, қалай ақталсам да сезбейтінін, оның жүрегінде өшпес із болып қалатынын түсіндім. Осыдан кейін бұл үйде бұл адаммен тұра алмайтынымды түсінгенде едім. Көңілім қалмайтын адаммен өзім қинап ары қарай өмір сүрудің мәні жоқ еді. Таңертең ерте тұрып, заттарымды жинап, сәбиімді алып, ол үйден бір жолта кетіп қалдым. Бірде аудан орталығында өз үйіме келдім. Анамды алдырып, мән-жайды түсіндіріп, сәбиіме қарасуын өтіндім. Мені ойлап алаңдаған анам
нақты шешімімді айттым. Үйді ретке келтіріп, сәбиіме керек-жарағын күтуші жалдаған соң, анам үйіне қайтып кетті. Осылай қалағамаған некем 1,5 жылда біткендей еді. Ендігі мүлде біржолата еркектермен көңілімді қосқым келмейді. Тек сәбиім үшін өмір сүремін деп шешкенмен жұмысқа баспен сүңгідім. Дастандардың кешірім сұрап келгені, ата-анамның айтқан ақылдарына мүлде құлақ аспадым. Ойлағаным тек ақша тауып, ұлымды ештеңеден тарықтырмай өсіру ғана болды. Бар мейір-махаббатымды ұлыма бердім. Арманым мектепке баратын жасқа келді. Сұрақтары көбейе бастаған еді. Неге барлығында папа бар, менде жоқ деген сияқты. Әрдеңені айтып, сұрақтарын ұмыттыруға тырыстым. Таңдап жүріп, ең үздік мектепке бердім. Жұмысым жақсы жүріп, табысым молая түсті. Кәсібімді ұлғайтып, азық дүкендерін аштым. Арман бастауышты бітіріп, жоғарғы сыныпқа көшкен еді. Bir күні Арманды сыныптас балдары әкең жоқ деп тиіссе, апайы отбасы туралы әңгіме жаздырған. Әбден ашуға мінген ұлым қып-қызыл болып жылап үйге келді. Мен әкем болған қалаймын. Әкемді қайтарайықшы дегенде жүрегім қан жылады. Баланы дүниеге әкелген соң толыққанды отбасында өсу керек екен. Әкемнің орнын баса алмайтынымды түсіндім. Өсімшілдікке салынып, баламен санаспағаныма өкіндім. Арман үшін барлығына шыдауға белімді бекем буып, Дастанды сөйлесуге шақырдым. Алдағы өмірімнің қалай болатынын сезіп, біле тұра, ұлым үшін осындай шешімге келген едім. Мен үшін бәрі біткен еді. Өз өмірім жоқ адамның, қалай істесем де, не істесем де тағдырым әу бастан осылай шешіліп қойған болса, не амалым бар еді. Ұлым үшін өмір сүремін дедім. Демек, сол үшін бәріне шыдап беруім керек. Менің өмірімдегі көз қуанышым, ана болу бақытын сыйлаған балапаным, барым, байлығым ұлым арманым. Сол бақытты болса болды. Күйеуім жоқта кең таныстаушы едім. Енді тынысым тарылып бара жатқандай, өзегімді өкініш өртей тұра Дастанмен қайта табыстым. Ата-енеммен қайта араласу үшін біраз уақыт керек болды. Дастан мен Арман екеуі өздері барып келіп жүрді. Дастанның тұрақты жұмысы болмағандықтан маған көмектесіп жүрді. Сауда саласы болғандықтан жұмыс бабымен араласатын адамның көбі. Бірі тауар жеткізетін фирмалар болса, енді бірі тауар алатын тұтынушылар. Осының бәрін өзім реттеп, есеп-қисабын жүргізетінмін. Өз-өзіме қарап әдемі киініп жүретінмін. Күйеуім енді көлденең көк аттан қызғанатын болды. Көп бірге тұрмағасын жақсы танып білмеген екен. Ащы суға да кетәрі емес екен. Салынып ішпесе де, ішкен кезде мүлде басқа адамға айналып кететін. Бастапқыда ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің демекші, ата-ана болып екеуміз керісіп жатсақ, ұлымызға қандай тәлім-тәрбие береміз деп үндемей қоя салатынмын. Менің үндемегенімді басқалай түсінген ол күшейе бастады. Баланың көзінше ұрыспайық десең, түсінгендей болады да, ертеңіне қайта сол әуені басталады. Менде қашанғы шыдаймын, арасында кәдімгідей айқайласып қаламыз. Ондай кездерде ол одан әрі құтыра бастайды. Неше түрлі ауыр сөздерді айтады. Сондай кездерде өмірден безіп кеткің келеді. Ажалың келсе, 40 жыл қырғын келсе де аман қаласың. Демекші, баяғыда өліп кеткенімде мұның бәрін де көрмес едім деп өкінемін. Амал қанша, көресің, күнің болсаң көреді екенсің. Осының бәрін көрім керек болған ғой. Сол баяғы ел не дейді, ұят болады, мен өмір сүріп келемін. Арманым ержетті. Әкесінің оғаш қылықтарына намыстанатын болды. Ішіп келіп маған сөйлей бастаса, әкесіне қарсы шығып айтып тастайтын болды. Осыдан кейін ұлынан аяқ тартып, ішкенін азайтып, Арманның көзінше сөйлемейтін болды. Жасым орта жастан асқанда, мейірімді өмірді саралап ойласам, жастық шағым өкінішпен, отбасылық өмірім күйеуіммен арпалысып өтіп кетіпті. Өмірім түгел өкінішпен өтті деуге Алладан қорқамын. Өйткені Алланың берген үлкен сыйы, өмірімнің қызығы мен мәні, ең қайырлысы ұлым Арманым бар. Жас күнімде көрген қорлығым, сәтсіз некем, аянбай еткен еңбегім, бар күш-жігерімді соған жұмсап, шаршап қалған секілдімін. Жиі ауырып қалатын болып жүрмін. Арманымда жоғары оқу орнын бітіріп, ақылды, өзіме тартқан еңбекқор болып өсті. Мама, енді демалыңыз, өзіңіз үшін өмір сүріңіз дегесін кәсібімді ұлыма тапсырып, демалысқа шықтым.
Денсаулығыма қарап, өзімді күтіп, демалыс орындарына барып, тыныштап өмір сүрсем деймін. Ал күйеуім болса жасы келген соң ішкенін қойды. Ауру қалса да әдет қалмайды демекші. Қызғаншақтығын өткенімді айтып жанымды ауыртып қоя алмады. Дастанның қызғаншақтығы бар. Одан қалса тек дүние табуды ойлап, дос, құрбы арттырмаппын. Ойлап қарасам еркектерге деген сенімім болмай, елдермен араласуды қойыппын. Өзімен өзім арпалысып жүріп, ештеңеге мән бермеппін. Енді жасым келгенде шәй ішіп, әңгіме айтып сырласатын ешкімім жоқ екен. Әрине бауырларым бар, барлығы үйленіп, үй-жай болып кеткен. Өзімнен кейінгі сіңлілеріммен мұндай жағдайларыңмен бөлісіп, шеріңді айта алмайды екенсің. Бастапқыда демалысқа шығып, қолым босап, ары қарай не істерімді білмей адасып қалғандай күй кештім. Сосын өзімді қолға алып, арманмен ақылдасып, қора-қопыс кең үлкен үй сатып алдық. Жеміс-жидектер отырғызып, бау-бақша салып, гүлдердің неше түрлісін отырғызып жайнатып жібердім. Денсаулығым дұрыстала бастады. Әлеуметтік желінің дамыған заман емес пе? Дос-құрбылар арттыра бастадым. Әр түрлі курстарға қатысып, білімімді үлкейтудемін. Ал Дастанға шарт қойдым. Осы уақытқа дейін ұлым әкесіз өспесін деп саған шыдап келдім. Ары қарай өз қалауыммен өмір сүремін. Ендігі кезек сенікі. Ұнамаса елдің сөзіне қарамай ажырасамын дедім. Шартыма көніп өзгере бастады. Қараңғы бұлттың артынан күн жарқырап, күн шыққандай. Менің жарық күндерім, бар байлығым ұлым арманым. Сол арман болсын, Аллам таудай талап бергенше, бармақтай бақ берсін деп тілеймін. Адалынан келін беріп, немере сүйдірсе, көрген қорлығым, тартқан азабым ұмытылар деп сенемін. Қалған өмірімді жан тыныштығында, аз да болса өзім үшін, балам, немерелерім үшін өмір сүрсем деймін. Назарларыңызға рахмет.